Бір жылы күнде көкорай шалғында ауылда Айқын есімді жүрегі таза, өте мейірімді бала өмір сүріпті. Айқын жануарларды ерекше жақсы көретін. Үйінде екі мысығы, бір торғайы, бақшасында еркін жүрген ешкісі бар екен. Бірақ ол ең қатты иттерді жақсы көретін. Бір күні мектептен қайтып келе жатып, Айқын алыс бұтаның арасынан әлсіз қыңсылаған дауыс естиді. Тыңдап қараса, үш кішкентай күшік терең орға құлап шыға алмай жатыр екен. Айқын бір сәт ойланбастан сөмкесін тастай сала көмектесе бастайды. Алайда ор өте тайғақ әрі терең еді. Күшіктер жылап жатыр, ал аспаннан бұлт торлап жаңбыр да себелей бастайды. Айқын сөмкесіндегі арқаны шығарып ағашқа байлайды да төмен түсіп бір-бірлеп күшіктерді көтеріп шығарады. Су болып қалса да, тоңса да, ол күшіктерді құтқарып болғанша тоқтамайды. Күшіктерді құтқарған соң оларды құшағына басып үйіне апарады. Анасы екеуі жылы сүт беріп, құрғақ көрпеге орап, күшіктерді аман сақтап қалады. Келесі күні бүкіл ауыл Айқынның батырлығына таң қалып мақтап жатты. Мұғалімдер де оны өзгелерге үлгі етті. Содан кейін ауыл балалары Айқыннан үлгі алып, жануарларға қамқор бола бастайды. Күшіктердің бірі Айқынның қасында қалып, оның адал досына айналды. Олар енді бірге ойнап, бірге өсе берді.